Мынау Назарбаев даңғылы, Астана даңғылы. Міне осы жерде қаңтар оқиғасы болған болатын, алдында видео түсірілген болатын. Үгіт тастаған негізі мынау үлкен Астана даңғылы, мынау Жібек жолы даңғылы. Қайталап айтам, бұл жер Нұр-Сұлтан деп ауыстырған, бірақ оған аузымыз бармайды. Бұл Жібек жолы даңғылы. Бұны ертең билік өзгерген кезде бірден атауларын бәрін орнына қоямыз. Күлпілдеген қара жерге түскенде домбырамды алармын, жүрек сазын шалармын, қайғырғанда еш айтпан. Билік айтпақшы, жаңа Қазақстан құрылды, халқын естейтін мемлекет құрылды дейді. Осы жаңа Қазақстанның құрылуына онда ең бірінші бастама, ең бірінші табалдық болып шешуші рөлді атқарған осы қаңтар оқиғасы. Қаншама адамның шығыны болды, қаншама жазықсыз, қаншама адамдар көз жұмды, қаншама адамдар жазықсыз жазаланды. Сондықтан осы қаңтар оқиғасы болған бұрынғы атауы Жібек жолы даңғылы, қазіргі атауы Нұрсұлтан Назарбаев даңғылына, қазіргі атауын алып тастап, орнына Бостандық даңғылы деп өзгертуге ұсыныс етемін. Қызылордалықтар, егер осы ұсынысымды қолдасаңыздар, осы видеоға қолдап, жан-жақтарыңызға бөлісіп, бас бармақты басып, қолдап жіберулеріңізді барынша сұраймын. Рахмет, Қызылордадан Фархат.